Мына әуеннен кейін мына жерге оралып алайық. Кәдімгідей айдалаға апарып тастады ғой негізі. Иә, кәдімгідей мұңға кіргізіп бір ата бабамызды халықтың қамын ойлап кәдімгідей жүректі ауыртып. Қонақтарымызды таныстырып жүрмесең қазір. Біздің қасымызда бүгін Қуаныш, және Бейбарыс. Қуаныш бізде қобызда ойнайды, ойнап қана қоймай, оны өз қолымен жасайды. Ал Бейбарыс бізде бірнеше ата бабасынан бері келе жатқан темірші, ұста. Олар да айтпақшы қобыз секілді қобызды да жасайды, әртүрлі музыкалық аспаптарды жасайды. Бүгінгі әңгімеміз қызық болатын сияқты. Солай де. Есімім Қуаныш болады. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келгем. Осы жалпы айналып жүрген мамандығым мына қылқобыз аспабында. Енді бұны жаңа өзің айтып тұрғандай тек қана ойнау емес, біздің үлкен миссияда біз үшін бұл аспапты жай ғана ұстап жүріп емес, оны жасап білу және сол технологияны одан әрі дамыту. Негізі қобызды ары қарай дамытуға бола ма сонда? Дамытып жатыр ғой это. Жоқ, дамытуға болады. Тартуын емес, жасалу. Соны айтып тұрмын. Ол өзінен бір жаңалықтарын енгізіп жатыр. Ол Қуаныштың ерекшелігі да. Қазір біздің бүкіл қобызшы жаңағы ұсталар, олар бұрынғы технология бойынша анау ағашты қойып несіне құлағына солай жасайды. Мысалы келтіретін болсақ, скрипканы мысалы ары қарай дамытып жатыр ма? Ол біраз болды. Әрине дамытып жатыр. Ол деңгейіне жетіп қойды, скрипка сонда? Жоқ. Деңгейіне жеткен жоқ. Қазір наоборот скрипканың түр-түрі шығып кеткен да. Ол электро бүткіл жалпы барлық аспап әлем бойынша электроға айналып жатыр да. Өйткені не үшін деп айтсақ, үлкен бізде ареналар бар ғой, сахналар бар. Ол жерде жаңағындай аспап естілмей қалады деген. Өңдеуге ыңғайлы шығар мысалы. Өңдеуге де, ол жағы бәрі. Мынандай сұрақ, электро музыкасы жойылады ғой, жойылмайды негізі. Негізі жойылмайды. Мен өзім айта кетейін, мына қылқобызды бастаған кезде электро жайлы вообще әңгіме болмайтын да, үйтіп ойлағандай емеспін. Бұл бір күні электро қылқобыз шығады ау деп. Бірақ енді әлемнен бізде қалмайық деген ниетпен оны неге біз аспабымызды дамытпасқа талап етіп тұрса. Қазір нәжді түсінбейтін көрермендер болуы мүмкін. Қылқобыз және прима қобыз екеуі екі түрлі аспап. Себебі электро прима қобыздар көп қазір. Соны түсінбей қалмасын деп айтып жүру керек. Қылқобыз деген ол мұны. Мысалы түсінбеймін. Иә, прима қобыз ол жай ғана аударылған скрипка негізі, былай қарасаң. Кәдімгі скрипканың струналары темірден жасалынған. Ал қылқобыз ол кәдімгі жылқының қылынан, ағаштан істелінеді.
прима қобыз ол совет одағы кезінде пайда болған скрипканы алмастырушы ретінде. Ол дыбыс жағынан айырмашылығы. Прима қобыз деген кәдімгі скрипка деп тұрсаған аударылған. Темір ішектері Ішінде темір. басқаша. Кәдімгідей скрипка ғой, бірақ Жай скрипканың дауысы шығады. оркестрге ыңғайлы болу үшін ойнауға жаңағы. Оның электрасы бұрында шығып қойған. Ал мынаны электрасын алғашқы болып жасап отырған негізі Қуаныш. Жақында ғана шықты есіңде Инстаграмда. Жақында болғанда, иә, бір жылдай болып қалды негізі. Андай звукосниматель деген не болады, чип сияқты осыған қосылады. Жаңағы струнасында ғана ма айырмашылығы? Струнасында ғана емес. Прима қобыз деген ол. Оған қазір басқаша, ораламыз. Мен енді мына иә. жаңағы тақырыпқа келейік. Не үшін электрқылғобыз жасалмады? Себебі бізде барлық аспабымызда домбыра болсын, жетіген бар, прима қобызымыз бар, қалған аспаптардың бәрі электроға айналды негізі. Ол соған қарап неғып біз қылғобызды шығара алмаймыз. Ол біраз мастерлер жасап көргенде біраз опыт болды да, то есть жасай алмады. То есть жаңағы табиғи звукты бере алмады, немесе гитарный звук болып кетеді жаңағы. Ол бәрі ол жаңағы качественный. Жаңа электронный қылса бере алмай жатыр да дауысын сонда, иә? Иә, бере алмай жатыр, сахнаға бере алмай жатыр. Енді оны зерттей келе неге біз оны электро қыла алмадық? Себебі бізде мына нарды алатын болсақ, бәрі табиғи. Тері мысалы. Иә, тері. Дека жоқ да бізде негізі. Бізде декамыз мына тері да. Қалған мысалы домбыраға дека деген бетіндегі ағаш, домбыраның гитараның бетіндегі. Домбырада да бар, ол бәрінде бар. Қылғобызымызда бар, бірақ жаңағындай мына тері болғаннан кейін қиын да оны. Енді соны зерттей келе біздің аспабымыздың табиғи үн үзбей жаңағындай бұзбай деп айтсақ болады. Бұзбай біз сондай эксперимент жасап келе өтері сол күнге жеттік деп айтсам болады. Енді одан әрі дамытқым келеді әрине. Қазіргі күнде өңдеп жатқан музыка ол жай ғана микрофонға неге жазылған дыбыстарды өңдейді. Ол ыңғайсыз, негізі үлкен сахнада ыңғайсыз. Үлкен сахнада. Негізі былай кішігірім аудиторияда, конечно, микрофон қоя салу ыңғайлы ғой. Негізі Қуаныштың ең алғашқы енгізген жаңалығы қобызға бәрін таңғалдырған ол құлақ. Көрсетші құлақтарын. Бұл құлақтарын темірден жасаған. Мен өзімнің қобызымды Қуаныш жасап берген кезінде сол кезде танысқан кезде ол қарағандылықтар деп кәдімгідей бауырға басып солай. Именно осы құлақ арқылы кішкене танымал бола бастады шеберлердің арасында. Бұл жай ғана не емес та, әдемілік емес. Тарғын боламын. Желес. Бұның өте ыңғайлы да, себебі ағаш құлақтар қайта-қайта кетіп қала береді. Қобыздың негізгі ерекшелігі сол да, бір 5 минут ойнайсың, қайттан құлағын келтіресің. Ал мынау ұстап тұрады кәдімгідей. Фиксация береді. Мен қобызда өте сирек ойнаймын, Қуаныштың ұялып отырып, сатып алып сирек ойнаймын бір айында бір екі. Үйінде барғам қонаққа, ананы тыңдаған кезде қорламаш дегендей болды. Бірақ ананы қобызды қолыма ұстап, ана кәдімгі жасалғанына таңғалып, не қылып. Соны не үшін айтып отырғаным, ол 2 апта тұрса да солай тимей алған кезде құлағы келіп тұрады, кетпейді құлағы. Настройкасы сақтап тұра береді. Айтайын дегенім, жаңа ғана қобызды үйінде көрдім ғой. Ойнай алмағандықтан, өзінің әдемі болғандықтан мен сұраған болатын, мынау декоративный ма? Десем, жоқ, бұл негізі нағыз профессионалды түрде, нағыз профессионалмен жасалған дегеннен кейін, онда сен ойнай алмайды екенсің ғой деген шешімге келдім. Енді қылғобыз аспабымды үйрену әрине қиын, ол домбыра емес. Өте күрделі аспап та. Бұл аспап мен шыны керек бала кезімнен осы аспапқа жармастым. То есть былай айтсам да болады, қылғобызды мен емес, қылғобыз мені таңдаған сияқты болды. Сондай бір не де. Ал бейбарысқа да көшейікші, бейбарысты әлі таныстырып та үлгерген жоқпыз. Енді анандай бастамадан кейін қалай? Әрине қобыздың өзі бір тарихты айтады ғой. Ішіндегі басқа домбыраға қарағанда звук, өзінің звугі. Бізде қазір отырғанда қандай әсер алдық мысалы. Сен өзіңді таныстырып кетсе бірінші? Мен Бейбарыс Жетен, мен өзім темірші ұстамын деп айтам қазір адамдарға, сөйтіп таныстырам. Сені де Нұрғожаның арқасында танып жатырмыз, блогтарынан көреміз. Сол жазғаныма өте өзіме де бір білмеймін, блогерлік дейді ғой қазір кезде, суретші өнер адамдар блогермен бір кішкене екі бір әлем сияқты да. Өйткені өте қиын
сурет жағынан темір жағынан жұмыс істеп кете бергім келіп тұр да өзім мысалы ешкім тиіспей өзім жұмыс істеп ары қарай дамытып не істеп. А блогерлік ол адамға халыққа шығып сөйлеу керек қой. Оның бәрі бір энергия, оның бәрі бір андай күш керек. Тіл табысу қиын болды деп жатсың ба Нұрғожамен? Жоқ, онымен емес. Оны айтқысы келіп отырған ол интроверт та өзі. Бір үйде жабылып алып жұмыс істеп отырғанын ұнайды оған. Ал біз оған блогерлыққа тартып жатырмыз да екі жақтан. Сол маған қазір енді тиктокқа түсіріп жатыр, иә, видеолар болып жатыр, адамдар келіп подписчиктер жиналып жатыр. Мен соған өте қуанамын бір жағынан. Иә, Нұрғожаның арқасында болып тұр ғой. Әрине, иә, Нұрғожаның арқасы. Бірақ айтайын, басқа біреу келген кезде саған сен былай тіл табысып кете алмайтын едің, өйткені оның ішінде шығармашылығы бар да өзі. Иә. Соның арқасында меніңше тез тіл табысып кетіп, жақсы контенттер түсіріп кеттіңдер. Шынымен де осы қазір айтайын деп отырған мысалы әкеме көрсеттім Нұрғожаның подкастын бәрін. Осындай жігіт, анау өсіп түсіреді, қазақтың өнерін былай қолдап жатқан адамның бірі деген сияқты. Сосын өзі таңғалды, өйткені әкемде қаншама опыт бар. 90 жылдан бері Европадан, Америкадан әртүрлі адамдар келіп түсіреді. Мысалы, қазақстандықтар көп түсіреді. Қазақстанның журналистері көбісі келе салады деп бір ештеңке несі жоқ оларда, материалдар жоқ та, жай түсіре салады. Нұрғожада ең бірінші бір не болды да, нақты цель. Мысалы, суретші, ұста қалай таныстыру жағынан өте керемет болды. Сол үшін қуанып қалды әкем бір жағынан. Жаңағыдай подходты тапты. Айта кететін нәрсе, Бейбарыстың әкесі ол үш ұста құлментегілер деген болатын. Кузнецы Кулменовы деп айтатын совет одағы кезінде. Олар әйгілі үш ұста, ағайындылар. Солардың бірі оның әкесі. Олар қаншама аталарынан келе жатқан осы темірші кузнец ұсталар. Жалғастырушы Бейбарыс болып тұр ғой. Қазір Бейбарыстың айтқаны ол жаңағы бүкіл ағайындардың арасынан, оның да ағалары бар, ол өзі кенжесі да. Соны ешкім қолға алмады дедің, иә? Иә, ешкім бәрі жан-жаққа кетіп қалды, өзінің юрист, экономист деген сияқты әртүрлі неде қазіргі замандық мысалы салалар. Иә, ал мен өзім живопись мамандығына түстім. Өзі кішкентай кезімнен бері былай қарап отырсақ, бір нәрсе алады, әйтеуір оттың несі дыбыстары, шабыт жұмыстар, иә, соның бәрі өзі ішкі бір дүние келіп отырады екен. Менде мысалы қазір 2 жыл сабақ бердім өзім колледжде. Сурет салудан, живопись, композиция дегендей. Сосын сол 2 жыл беріп, әйтеуір осы жылы да берейін деген, маған сағат бәрін берген. Бірақ бір ішімдегі бір қозғалыс болды да. Неге мен өстіп жүруім керекпін? Өзім нәрсем жасау керек. Темірдің ары қарай несін білгім келіп тұр да, мысалы. Ана не деп ойлайсың ба сен? Қараш, орысша қазір кармический профессия дегендер шығып жатыр ғой. Сен өзіңнің жүрегін, жаңағы қанын, сүйегін не қалайды, соны істемесен ауырасың дегендей. Сондай бар ғой қазір, мысалы, сенің өзіңнің бір миссияң болады да осы әлемде. Мысалы, сенің қаншама аталарынан бері қару-жарақ жасап келе жатыр. Енді қазір сен кенжесі болып тұрсың да, мысалы, соңғы шанс сияқты. Сен осыны жалғастырмасаң, өз орнын таппайтындай сондай бір әсер бар ма ішінде? Иә, әсер бар. Және де бір қызық нәрсе, мысалы, шамандардың аурулары не істейсіз білесіздер ғой, шамандар ауырады. Шамандар бақсылар, қанымен берілген бақсылар болады да, оларға бір 17-18 жасында ауру келеді. Ешқандай дәрігер емдей алмайтын. Сол аурумен бірге түстер көретін неше түрлі ата-бабалар келеді, сен бақсы болу керексің деп. Егер ол бақсыны қабылдамаса қайтыс болып кетеді. Қабылдаса, жазылып, бірақ өмір бойы бақсы болып жүреді. Сондай нәрсе сияқты, иә? Иә, өте дұрыс. Ұсталар да шамандар бір жағынан. Өйткені олар ана шамандарға қарағанда ұсталар биігірек. Өйткені қолынан бір дүние зат келеді. Сол үшін биік тұрады. Білмеймін енді, мен өзім психологический ма, или психосоматика ма, қазіргі замандық тілмен айтқанда әртүрлі нәрселер болды соңғы кезде, иә. Арықтап кеттім, мысалы, тамағым ауырып көп ауырды, сондай өзімде ішкі қозғалыстар көп болды. Қазір жасың нешеде? Қазір менде 26-тамын мен. 17-18 жасында бір нәрсе болды ма? Жоқ, ол кішкентай кезінен бері айналысып келе жатыр. Айналысып келе жатыр. 5-6 сыныпта кәдімгідей рәсім жасап, қолынан ұрып, кәдімгідей посвящение болған.
соны енді тастап кетіп бара жатса ауырып бастады көрдің ба? Оны енді үзіліс деген сияқты ғой, иә, үзіліп кетті деген сияқты. Жаңа бейнелеу өнеріне көшкен кездегі болып жатқан жағдайлар ғой. Білмеймін, бейнелеу өнер емес, жалпы өнермен айналысып жүрмін ғой, жұмыспен айналысып жүрмін. Бірақ нақты нем ол менің сабақ беру болдым. Мен мұғалім болып кеттім. Өйткені мен өзімді ғана ойламадым, мен тек қана балаларға қалай дұрыс сабақ беруді ойладым да, ал өзімнің әкемнің жұмысымен бір болмады. Екінші связь орынға дейді ғой, иә, болмады ондай нәрсе. Өйткені көп нәрсе үлгермей қалдым. Мысалы, заказдар келеді музейден. Мен бір жағын жасаймын, екінші жағын жасамай кетемін. Өйткені менде жұмыс бар, әкем өзі ары қарай бітіреді, сол сияқты. Бұл жерде енді әке мен баланың ара қатынасы, әрине кішкентай кезден бері әкем қалай үйретті, соның бәрі психология жағынан ғой енді. Мысалы, неге бәрі өнер адам болып кетпейді, иә? Кішкентай кезде бәрі қызығады ғой. Мысалы, менде 3 ағайынды ұсталар дейді. Бәрінде балалар бар, нелер бар, өсет, көрді, мен сияқты да көрді, жұмыс істеп көрді. Бірақ олар ұста болып кеткен жоқ. Не үшін? Не үшін мен болып кеттім? Мен тек қызғым ба, ол өзімше бір фантазиялық бір ішкі дүнием ба деген сияқты. Саған берілген сияқты, иә, сол. Сол сияқты ойлаймын, иә, әрине. Бір жағынан орта. Балаларды тәрбие беру үшін, мысалы, олар болашақта осындай нәрсе жасасын десеңіздер, бірінші ортаны белгілеп қойыңыздар. Олар бір ортада өмір сүру керек. Мысалы, музыка болса, музыкалық ортада өмір сүру керек. Балаға ештеңе айтпау керек. Сен бұны жасауың керексің деп айтпау керек. Ешқашан өзің біл. Міне саған орта, міне саған темір, міне саған от, бәрі дайын, темірдің бәрі дайын. Не істесең де өзің біл. Бастысы бір нәрсе шығаруды өзің ұйғарасың деген сияқты. Оны күштеп істеткісе, онда айнып қалады, иә, бала? Иә, күштеп істеткісе айнады, әрине. Сосын бір сұрақ, жаңа өнер мен теміршілікті екі айырып тұрсыз да? Мысалы, ол меніңше бір соның өзі бір өнер сияқты. Сөйтіп ойламайсыз ба? Жаңа темір ұстаның өзі, жаңа шығарып не қылудың өзі бір өнер сияқты. Иә, бәрі өнер. Менде бізде қазір нелер болады ғой, жалпы лауазымдар. Соны дұрыс түсініп алу керек та, қазақтың лауазымдар бар, мысалы. Қобызшылар бар, домбырашылар, әртүрлі сал-серілер бар. Өзінің лауазымдық, өзінің несі бар. Бөлінеді. Етікші, дергер деген сияқты ұсталар. Солай тұрсың ғой? Иә, мысалы, ұсталар, ол шебер десе, шебер, ол шебер. Сіздің үйіңізде, мысалы, ремонт жасап берсе, күшті қылып кафелін қойып берсе, ол шебер. Ол ешқандай бір туынды жасайтын адам емес. Тек қана мен мысалы шебер, қолөнер десе, мен әкемді біз ренжиміз. Өйткені шебер, ол статус төмен, ол бәріне айтатын сөз. Сосын тағы айта кетер, дархан ұста деп айтады әкемді. Дархан, тархан деп, білесің ғой, монғолдарда бәрінде. Монғол тілінде айтпақшы, дархан деген ол темірші деген сөз екен. Темірші, иә, вот. А бізде? Керемет. Бізде дархан, мен оны бірінші естіп тұрмын. ол бізде архаизм болып кеткен негізі. Дархан дала деген сияқты кең бір нәрсе. Қазір бізде оның нақты мағынасы жоқ. Бірақ бұны айтқысы келіп тұрғаны кәдімгідей нелер левелдар бар да, ұсталықта. Иә, түсіндім ғой. Шебер деген төменгі жақ, дархан деген ең жоғарғы жақ. Мені дизайнер ғана деп айтқандай ше, мысалы архитектор бола тұра дизайнер деп төмендеткенмен бірдей болып тұр. Иә. Сол нені қазір халыққа айту керек. Ол халыққа ренжіп, мысалы, ой, былай айтты дегендей нәрсе қылмау керек. Ал ол үшін жаңа блогерлікпен айналысып, жұртқа жеткізіп. Иә, тартып бастады. Иә, блогерлік. Бір ай болды, тартып жүрміз оны блогер болды деп. Шынымен де, мен қазір әрең былай келіп жатырмын. Түсінде көремін осы Нұрғожаны. Бірге бір нәрсе жасап, әйтеуір сөйтіп нетеміз. Бірге бір нәрсе жасап. Иә, жұмыс жағынан деп тұрмын ғой енді. Бізде білмеймін енді, блогерлік болу керек. Нұрқожаның еңбегі енді ол әр адамды сөйлеп, дұрыстап, халыққа жеткізу өте қиын нәрсе. Оны көп ұсталар, көп өнер адамдары жеткізе алмайды. Өйткені біз өзіміз ұяламыз жатқан. Өзімізде андай не болады, нан жасап, сосын адамға көрсетсек, не болады деген сияқты, олар не ойлайды деген сияқты әңгімелер ғой. Солай де. Бұл негізі қобыз өнеріне жалпы мен бала шағымнан енді басталады ғой бәрінде. Менде мынандай болды. Қалай мен қобыз өнеріне келдім? Кішкентай кезімде мен вообще өнер саласына кетем дегенде ой болған жоқ. 6-шы сыныптары енді одан бұрын далада ойнап жүрген кезде бізде мешіт болатын. Мешітте күнде азан айтатын.
енді оған қатты мән бермейсің, бірақ бір күні бір ауылымызға жаңағы дауысы қоңыр бір азаншы келіп, білмеймін мен ол азан не екенін білмеймін, сөйтіп анау дыбысын тыңдаған кезде футбол ойнап жүресің, бүйтіп жүресің, ойнап жүресің әйтеуір балалармен, бір қоңыр дыбыс шығады да постоянно. Не нәрсе екен деп мен түсінбейтін басында. Прям анау дыбыс шыққан кезде ойынның бәрін тастайсың да тыңдап қаласың. Прям бір түңіліп кетесің да, анау күшті бір жүрегіңді баулайды да, жібітеді. Сөйтіп бір күні күнде естимін әйтеуір, сосын бір күні үйге есік алдында жүрген кезде мамаша есік алдын сыпырып жүр екен. Сол кезде мамаға айттым, мам, мынау не дауыс, не звук деп. Сосын айтты, ол балам азан ғой дейді да. Ол осылай деп түсіндірді әйтеуір. Мен ол кезде түсінбеймін. Деп қоя салдым. Сосын бір күні сабаққа баратын кезде таңертең ғой енді, ұйқымнан оянсам, телевизор қосылып тұр екен, үйде ешкім жоқ. Бірақ сол кезде андай телевизор болушы еді ғой, плоскогубцамен бұрайтын ескі телевизорлар болушы еді ғой. Дым алатын еді ғой, звук әлі есінде. Дым көрсетпейді, бір қоңыр дыбыс шығады да жаңағындай. Азанға да ұқсайды, бірақ аспаптың дауысы екенін көріп тұрмын. Күшті бір даланың бір несіне неттім да, жаңағы сіздер айтқандай бір айдалада келатқан сияқты. Күшті ұйқыдан тұрғам, күшті болып бүйтіп жатырмын. Сосын бір кезде мамаша кіріп келіп, мамаға айттым, мам, мынау не аспап деп. Оқыс тұрады да, білмеймін не аспап. Көрсетпейді телевизор. Мә дедім да, мен сол күннен бастап жаңағы звукқа қызықтым да кәдімгідей. Маманың қуанышын шыны керек. Мам, мен жаңағындай неге барғым келеді деп ше. Сосын ол кісі ладно деп бір күні бауырым екеумізді музыкальный мектепке апарды. Қарқаралыда Абай атындағы мектеп бар, өзі кішігірім, бірақ ол тарихи мектеп. Кезінде Абай атамыз сол жерде жатқан, сол кісінің бесігінің жаңағы несі бар, шекелері бар әлі күнге шейін. Музейні ғой. Сол мектепке апарды. Енді жаңа жерде біраз адамдар отырды, домбырашы, қылғошы, примағошы, бәрі. Мен бірақ ешқандай аспап білмеймін. Сол кезде таңдандар деді, екеуміз тұрдық, бауырым бар, мен бар. Бірінші бауырым таңдады, сол кезде жаңағы домбыра анау-мынау ойнап жатыр. Бауырым сразу домбыраны таңдады. Сосын енді анау қылғозға келген кезде, жаңағы звукты берген кезде, мен сразу анау қалған аспап тыңдаған жоқпын да. Міне мына аспап деп соған бардым. Сосын қызығы керек, сол музыкальный мектептен шыққаннан кейін мама шалады да мешітке, медресеге беріп жүреді ғой. В общем, жан-жақты болып өстік. Медреседен шыны керек тоже жетістіктерім бар. Бірақ енді қазір діни ондай ешқандай жолмен кеткен жоқпын. Ұқсастығымыз көп екен, иә? Да? Екен ба? Эльзатта да не ғой, сурет мектебінен кейін медресеге барып ана. Бірге. Мен сурет мектебін оқып жүріп, орыс мектепте оқимын. Мен де орыс мектепте оқимын. Орыс мектепте оқимын, медресеге барам, ол жерде жатып, тек демалыс күні, жаңа воскресенье күні үйге қайтасың. Яғни 6 күн сол жерде қонып оқисың да, орыс мектебіне барасың. Одан шығып сурет мектебіне барасың, қайтып келіп Құран оқисың. Сөйтіп жүресің да, ана жерде кәдімгі кішкентай баланың психологиясына удар болады. Өйткені сен анау медреседе ұстаздар шақырып алады. Сенің суретің не, мынау кәдімгі харам ғой, адам бейнесін салуға болмайды дейді. Орыс мектепте завуштар шақырып алады. Вахабист деп. Медресең не сенің? Ол сол кезде хизбут тахрир, вахабизм деген қатты дамыған кез еді. Сондай психология, қазір ойласаң ше, кішкентай баланың басына анау деген нагрузка ше. Негізі ондай айтатындар көп қой, бірақ мен дінге де қай салаға болсын, мен білмеймін, өзімше көзқарасым болды, и оны ешкімге навязывать етіп жаңағыдай айтады ғой, навязчивость дейді ғой, біреуге үйретіп, жоқ сен анауың дұрыс емес, мына дінде болуың керексің дейтін ондай ұғымда емеспін. Шыны керек, мен өзім ізденіп, мен рахаттандым да. Енді жаңағы медресеге келетін болсақ, о жақта да жетістік. Қанша жасыңда медреседе? 6-шы сыныптан ғой. Тура сол. Өзім, мысалы мен мамам емес, мен мамама барып, мен барғым келеді деймін да. Сол медреседен қалған бір қызығы не да? Дәл сол жылдары 6-шы, 7-ші сыныпта жаңа әдебиет бар ғой, русская литература дейді. Бізге орысша үйрететін. Сол жерде көптеген жаттауларды апта сайын 2-3 жаттау жаттайтын ғой. Соны жаттатқызады да.
қазір есіңе түсірсең әлі жаңағы құранның сүрелері есіңде да, иә есінде бірде бір жаттау есіңде емес қазір. біз қолөнершілер деп шақырдық қой Қуанышты Бейбарысты. Бірақ бір жағынан қарасаң тағы бір екеуінде ортақ нәрсе бар да, ол бақсылыққа жақын сала екеуі де. Мысалы қобыз, дәл айттың. мысалы теміршілер, олар негізі олар да бақсы саналады, бізде бақсыдан да жоғары саналады да. Ал қобыз да мысалы бақсылардың аспабы деп кезінде тіпті тыйым салған, иә? Кім тыйым салған еді соны, бір орыс тыйым салды ау? негізі бақсыларды бізге басқа жағынан то есть миымызға құйып тастаған ғой. То есть жаман бақсы деп, десе иә. уже біз андай жаман ойлап қаламыз. Қуып кеткен біреу деген Психология. Бір-ақ нәрсені Ауытқу күтіп сияқты. отыру керек. ауытқу сияқты. Дизайнер дегенде негізі бақсы. Шыны керек, мына аспапты бақсылар осы күнге дейін сақтап алып келген ғой бізге. Иә. Одан кейін біздің аталарымыз жаңағы Жаппас Қаламбаев бар, Дәулет Мықтыбаев бар, сол кісілер бізге жаңағындай уже профессионализм жағынан ол кісілер жаңағы консерваториялық дейтін деңгейге дейін, мұғалімдік деңгейге сол кісілер алып келген. солар туралы айтатын еді ғой, олар қобызды бақсылардан алып халыққа Иә. табыстады деп, иә? Иә. Оған дейін тек қана бақсылар ойнайтын аспап Бақсылар болған. ойнайтын, иә. Бұл негізі кәдімгі даңғыры бар ғой, бубен. Сол сияқты нәрсе, тек қана ритуалда қолданатын қобызды, ол музыкалық аспап емес те негізі. Егер архивтағы суреттерді қарасаң, негізі 18 ғасыр, 19 ғасырды қарап отырсаң, қобыз ұстаған адам 100% бақсы. Сол қобыз арқылы таниды қазақтың бақсыларын. Бізде андай неше түрлі киім киіп алып бүйтіп деп айғайлап жүрмеген, бізде қобызды ойнайтын бақсылар барлығы. Жаңа не ұратын Даңғыра ма? Ол даңғыра. Ол бізде өте аз. Бізде көбінесе осы. Біздің бақсылардың қобызы ол негізі андай кәдімгідей үлкен композиция десек болады. Себебі оның аса таяғы бар, ұстайтын аса таяқ бар ғой, андай темірлермен. Мына жер аса таяқ, ішінде айналары болады, мына жерде даңғыраның терісі, соның барлығы бірігіп кәдімгідей бір айна болған ба ішінде? ішінде Иә, екі айна болады. Бақсылардың О дүниеге Иә, апаратын портал ретінде Портал қолданған дейді. Сондықтан осы бүгінгі әңгімеміз тек қана қолөнер емес, осыған да бір мистикаға байланысты болатын сияқты. Қуаныш, Бейбарыс, сендер негізі жұмыстарыңды премиум деп атауға болады. Себебі қолөнер ол міндетті түрде жоғары бағаланатын нәрсе. Сендердің жұмыстарың өте қымбат, құны да қымбат, өзінің сол бағаға тұрарлық нәрсе. Бірақ бізде біздің қоғам ондайға үйренбегенде, білеміз, көп арзан жұмыстар бар. Сол туралы сөйлесейікші, арзан жұмыстар туралы. Иә, Мысал ретінде мынаны айта берсең. иә, мысал ретінде қалқаннан бастасам болады. Өйткені ана жылы менің қалқаным сатылды, бір $2,000, $1,500 жуық болды. Бірақ оның нағыз бағасы 1,200,000 ба сондай болған. Ой, мен бірінші қалқан сатылған. Оны мен колледжде жасағам. Бәрін шыңдап, қақтап, кәдімгідей выставкаларға қатысты. Кәдімгідей былай Иә. көрсетіп, нұқып Қазір сол көрсеткім келіп тұр, мысалы. Мына оюлары бірінші сіздерге көз, мысалы, қарайсыз ғой, көзіңіз жалтырақтап қалады. Әр жерге қарайсыз. Ол оюлары, ана жылтырақ нәрселері адамның көзін құртады, мысалы. Әсем деп жереді да, бірақ қант қайналып кетеді ғой. Ана тәттіге айналып кетеді да, тәтті жасап жүреді. Сащаба болады. Сащаба дейді ғой. Иә. Жылтыраққа алдан қалады деп жатыр адамдар. Ана Фокус жоқ. иә. Қай жер маңызды деген сияқты. Мысалы, ең бірінші айтар кетерім, не үшін ою көп, не үшін осындай оюлар жасаған, бадырайтып жасаған оюлар. Ол мүлдем дұрыс емес. Өйткені әр нәрсенің өзінің ойуы бар да, ою ол алфавит қой. Әріп орны бар. Өйткені мысалы етіктің оюы, қалпақтың оюы, әртүрлі кілемнің оюы жарасымды болу керек. Жарасымды болу керек. Әрқайсының мағынасы бар ғой. Функциясы. Мысалы, кілемнің оюын бас киімге тағуға болмайды. Болмаса действие бар ғой, кәдімгі
қызды ұзатып жатқан кездегі оюлар деген сияқты өзінің орны бар, иә. Оюлар бағана мистика туралы айтып кеттік қой біз. Оюда өзінше бір мистикасы бар. Ода ішкі дүниені айтады, өмірдің құбылысы айтады. Сонда біз оюлар арқылы қазақтың ұғымын біле аламыз да. Бағана айттыңыздар ғой, дін деп. Мен кішкентай кезімнен бері дінге жақын емес өскем. Тәңірлікпен, кәдімгі қазақтың ұғымымен айтқан әкем енді. Сол бізде оюлардан қазақтың ұғымын білсе болады. Өйткені мысалы мына жерде ою бар, мына жерде ою жоқ. Оюды қай кезде қолданған ба? Оюды қолданған, ою жасаған. Бірақ оюдың әртүрлі түрлері бар. Ол мысалы мына жерде аң стильді оюлар бар. Аң стильде жасалған оюлар. Бұл жерде емес, вообще соқырым ба? Мына жерде вообще ою жоқ қой. Иә, бұл нағыз. Бұл маған ең ұнайтын жұмыс, әкемнің жұмысы. Бұны қарап тұрсаңыздар, ұстап көрсеңіздер енді бір күшке енет бағанан бері ұстап сияқты. Алдамай қойын көрермендер. Жоқ, енді біреудің жұмысын жамандаудан бұрын жалпы феномен туралы сөйлесек та. Қараш, арзан жұмыстар бар, иә. Адамдар көбінесе сол арзан жұмысты алады ма? Әлде қазір екеуміз бұл туралы неге сөйлескенбіз да, андай осыны қымбат деп, бұны құндылығын түсінбейді көбісі. Солай емес пе? Иә, мысалы мен осы қалқанды көрген бір жерден сатып жүрген. Бұл қалқандар дұрыс емес негізі. Бұл халықты адастыру жағынан не тұрды. Өйткені жасау жағынан да дұрыс емес, адамның көңіл күйі ғой бұл. Мысалы сувенир, ал жылтырақ адамның тек көңіл күйі. Жоқ, мен сұрайын деген қалқанның түрі болған ба? Біреуі функциясын атқаратын, біреуі салтанатты түрде. Сол ақырындап келейін деп жатырмын да. Өзім бар. Чердің планын. Жоқ, ештеңе емес. Қалқанның түрі қалқанның 3 түрі бар. Кіші, орта, үлкен түрі. Бірақ көшпенділерде үлкен қалқандар болған жоқ, европалықтар сияқты. Мысалы, бүкіл денесін жабатын. Біз көбінесе атты әскерде болғандықтан мынандай кішкентай қалқан ұстағанбыз. Бұл кішкентай қалқан өте ыңғайлы болған. Бір ең күшті қалқан менің әкем жасаған. Мен оны әлі де білмеймін оның қалай жасайтын. Өйткені әлі үйреткен жоқ маған. Секреттері бар ғой оның, құпиялары бар. Ол смоламен бұқаның терісінен жасалынады. Ол бұдан да жеңіл болады. Әлде қайда жеңіл, әлде қайда мықтырақ болады. Өйткені ода ароматизациясы болады. Амортизация. Да. Амортизация. Ароматизация. Ароматизация. Иіс шықты. Ода оны теспейді. Амортизация. Амор ма уже? Амор. Амор, о. Ода мысалы жебелер өтпейді одан. Тұрып қалмайды. Ол кері шегінеді. Сондықтан ол мықты болады. Оның жасау түрі өте қызық бір жағынан. Және де көбісі осы біз көшпенділер көп қолданғанбыз. Бұл мықты темірден де мықты болып қалады. Ол бұқаның терісімен смоламен жасайды. Сырты темірмен қапталады. Каркас үшін. Каркас кішкентай темір. Көрдің ғой? Маған не қызық болып тұр? Мысалы, мынау қалқан қанша тұрады бағасы шамамен? Бұл қалқан антиквариат бір жағынан. Бұл 3 миллионға дейін кетеді. Ал мынандай қалқандар қанша тұрады? Бұлар мен көргенде $3,000 деп тұрған, $1,000 деп тұрған бір кезде. Иә, ол $1,500. Олар қымбат тұрады яшын. $1,5 миллион. Сонда сенікінен 2-3 есе арзан ба? Иә, 2-3 есе. Бұл жерде бұлар бір бизнес қой. Біз мысалы тек шынайы нәрсені жасаймыз да, бізде көбінесе музейлер сатып алады. Ал бұлда бизнес бұлар жөнге қойған. Көп жасайды да, халықтар қызықтыру үшін көп сатады. Жылтырақ, сырты ұнайды адамдарға. Былай айтқанда қолдан жасалады и фабричный, Фабричный, иә. Зауытты заттар, ояқта бизнес-план бар. Ол жерде олардың мықтылығы, олардың жұмыстары сатылады. Тек қана сату несімен жасайды ғой олар. Тек қана сату. Ал бізде тек қана сату емес, бізде тек қана зерттеу, өзімізге жасаймыз да, бірақ өзімізге ұнаған нәрсені халыққа ұнай бермейді ғой. Және халықтың деңгейі қандай болып тұр. Бір жағынан былай қараш, мысалы, сенің қалқаныңды алып соғысқа шығуға болады кәдімгідей, иә? Иә. Ал бірақ адамға ондай қалқанды үйге қою не үшін? Мен айтайын деген мынаны оның сәні керек қой. Сатылатыны
біріншіден сувенир ретінде Иә, сатылады, Сувенир ретінде. екіншіден туристтер алып кетеді. Дұрыс. Мынау Бізде мысалы декор ретінде де өте арнайы лофт сияқты стиль жерде тұрмаса, Иә. ол жараса бермейді. иә Дизайнер ретінде айтып кетейін. Мен Өте- бейбарыстан сұрасам бола ма? Мысалы бұндай нәрселерді енді жасайсыздар ғой, бұл көнеліктен бастап дәстүр ретінде келе жатыр ғой енді, Иә. Получается, сіздердің мақсаттарыңыз ол осы дәстүрімізді сақтап қалу, иә? Мысалы сенің жеке өміріне байланысты сұрақ қойғым келеді. Не нәрсемен күн көресің? Табыс көзі қай жағынан, тек қана осы ма әлде? заттар арасында сатылады, бірақ ол арасында ғана. Мысалы бір жылда күш болуы мүмкін, иә, 10 миллионға адамдар алып кетуі мүмкін. Ана музейлер келеді, мысалы біздің заттар Өскемен, Ақтау, Петропавл, Астана, бүкіл музейлер де бар. Оларға келіп алып кетеді, бірақ бәр жерде базарда түсірсейш, қымбат деген сияқты, соны көп ренжітеді да. Мысалы мен айтқандай, адам бір нәрсені білсе, маманы болса, ол бағасына қарамайды, сол бағаға үміттенеді алуға. Мысалы қобыздың бағасы, мынау қобыз күшті екен, мен осыған ақша жинайын, кішкене тұра тұр, мен алып алам, сатып алам, міндетті түрде дейді. Өйткені ол бағасын біледі. Бізде сол бағасын білетін адамдар өте аз да, сонысы кішкене көңіл күйді түсіреді кәдімгідей. Больше ценительдер ғана алады. Ценительдер алады, иә. Сол енді кейде арасында заттар болады, енді ақшаны бөлу керек қой. Бір кезде болмай қалады, соған на черный день дегендей, ана мынау сөйтіп күн көріс сол. Енді осы нәрсеге байланысты менде де проблемалар бар. То есть менде Арзан емес, қобыздар жалпы арзан қобыздан бөлек мынандай нәрсе болған менде өз оқиғамда. Мен қобызды құлақтарын темірге айналдырған кезде, жаңағындай новшество алып келген кезде шеберлерден және мұғалімдерден андай сөз болды да қатты. Сен не істеп жүрсің, дәстүрді бұзып жатсың деп. Бағана деген көреалмаушылық сияқты ғой. Жоқ, ондай нәрсе бар. Маған одан кейін бүйтіп айтатын, сен құлағың таз иттің құлағына ұқсайды ғой деген сияқты. Сондай пікірлер болды. Әлі де айтады, бірақ уже қазір прикол ретінде айтады да оны. Өйткені олар өздері мойындады, то есть насколько қаншалықты бұл құлақ жеңілдеткені. То есть шыны керек, мен басында бізде жолаушы дейтін мастер бар, шебер, үлкен кісі. Мен білемін ол кісіні, иә. Білесің бе? Иә, таныс. Сол кісінің шәкірттері бар. Ол кісі прям мықты тәрбиелеген шәкірттер. Мастерской. Мастерскойларында жұмыс жасайды, жұмыс процесінде шашылып жатады. Жаңағы ағаштың қалдықтары бәрі шашылып жатады. Бірақ жұмыс біте ма? Бір нағаны жұмыс біткеннен кейін тап-таза ғой. До того сондай мелочқа дейін тәрбиелеп тастаған ол кісі. Мен сол жағы ұнады. Бірақ ол кісінің өзіне мен ештеңке үйренбедім. Өкінішке орай барғым келді, бірақ уақытымда болған жоқ. Тазалықты үйренбедім. Иә. Енді мен мынау қобыз жасау процесін мен сол кісілердің шәкірттері бар, Талғат дейтін жігіттер бар, Ғани, сол кісілерге үлкен рахмет. Өздерінің еңбектерін аямай, жаңағы сіз айттыңыз ғой, ішкі кухняны көрсетпеу дейтін ондай әңгіме болған жоқ та, маған байланысты. Негізі ол кісілер көрсете бермейді әркімге. Негізі 2015 жылы мен консерваторияны бітірдім. Бітіргеннен кейін менде депрессия болды. Мен не істеймін? Консерваторияны сен кеттің, болды, сен уже диплом қолында, енді қайда барам дегендей. Иә, қайда барам, не істеймін? Сосын жаңағы бейбарыс ұқсайды екенбіз. бейбарыс сияқты мен де мектепке бардым. 2 мектепте істедім. Қарақат мектеп студиясында, одан кейін обычный орта мектеп. Мұғалім болып, сол жерде, бірақ ұнады маған. Иә, мұғалімдік өзінше қызық. Уақытша. Бірақ все-таки это не мое, да? Менікі емес. Уже түсіне бастадым, одан кеттім. Сосын тағы да депрессия, үйде жатасың, не істеймін, мына жақта мама айтады, диплом жатыр ғой, не істейсің дейді. Мен шын кәдімгідей іштей өзімді жедім. Бір до того депрессиядан мен достарым таба алмай қалған кездері болған. Апталап, қайдасың деп.
сосын сөйтіп, қалай келдің? іштей ізденіс болды иә. ізденіс болды. Прям ми қайнап. Қайнап. Мен тура сондай болады ғой. Мысалы оқуды бітірген кезде біреудікін қайталағың келмейді да, бір өзгеше бір нәрсе ойлап тапқың келеді. Мысалы дизайн саласын бітірген, сәулет өнер саласын бітірген кезде басқаларға қарайсың да, не істеп жатыр. Бәрі бірдей нәрсе істеп жатыр. Немесе бір компанияда жұмыс істеп жатыр, отырып компьютер алдында тапсырма береді. Немесе өзіне жұмыс істеп жатыр, бірақ бүкіл жасап жатқан дизайндары бірдей. Мына шетелден қайталап жатыр, сатып жатыр, амалы сол, тек ақша табу. Сол кезде мысалы ұлттық нақышты неге дизайнға енгізбеске деген сондай оймен келдім да, қазір айтып келе жатқан соның бәрі құсап жатқанына таңғалып отырмын мен. Енді тез айтып кетейін қалай келгенді. Мен негізі колледждің кезінде мен ұстазым бізді қылды ауыстыру, мынау бұны жаңағы тарап, оны жуып, кішкене өңдеу жағын көмектесті да, то есть үйретті бізге. Әр шәкірті өзі өз қобызына жаңағы ішегін, қылын тағып алатын. Енді мен жаңағы жұмысым осы солай басталды. Бір күндері осылай қыл тағып аласың ба деген сияқты бір адамдар хабарласа бастады. Сөйтіп ауыстырып отырдым. 2-3 рет ауыстырдым, сосын уже көп болып кетті да. Анау анадан естиді, мынау анадан естиді. Уже мен ойлана бастадым, енді бұл қалай? Мен өзіме ұнай бастады да. Уже қылынды ауыстырасың, мен кәдімгідей чувствую то, что бұл нормально шығады да, уже мен қолымнан келеді екен деп. Сөйтіп бір күні вообще тастадым өз қобыздан шаршап ше, кетіп қалдым бұл саладан. Не істеймін деп, сосын бір күні мен дос балам несіне шақырды, мебель шығаратын компанияға. Ол жерде мен енді шыны керек барлық салада жұмыс жасадым. Мен официантта болдым, анауында болдым. Ең ұнағаны бәрі мен арманым бойынша келе жатты да, ең ұнағаны мен модель болып жұмыс жасадым. То есть бір съемкаларға шақырады, клипқа, басында клиптен бастадық 15-ші жылы. Назарбек Оразбек танитын шығарсың. Сол жігіттің клипіне түстік нарқобызбен жаңағы. Содан басталды модель. Ол жағымыз қысамады енді. Сөйтіп жаңағындай съемкалар болды, сөйтіп жаңа мебельный компанияға лицо компания болып кірдім. Ол лицо компания болып жүріп, мен өз жұмысымды білмедім, не істеп жүргенімді шыны керек. Бірақ қара жұмысқа кіріп кеттім ананың ішінде ше. Бірім дейтін жігіт бар. Модель грузчик болдым да сен? Типа сондай десең. Сол жігіт мебель шығара бастадық. Олда да күшті болды, жақсы творческий съемкалармен бастадық. Одан мебель қалай жасалады, соны ағаш қалай өңделеді, соның бәрін көре бастап, уже ана технологияда менде ой пайда болды да. Неге мен қобыз жасамаймын деп. Солай де. Мына темір құлақтарды қойғаннан кейін мен қатты ренжідім. То есть жаңағы мастерлерге де олар сразу мен қағып тастады да. Мынау болмайды деп. Даже мен мынау оюларыма дейін әңгіме айтқан кездер болған. Сен мынау оюларын ертең шетелге шыққан кезде вдруг ол сол діннің бір ою болса қайтеді деген сияқты сен оған оскорбление. Мен айттым, ол дінге ешкімнің дініне қатысты емес. Бұл ою минимализм. Маған минимализм ұнайды. Маған мынау жаңағы айттың ғой өзің, мысалы мынау ою болатын болса, бәрі бір-бірінің үстіне шығып кеткен оюлар болады. Ұнамайды да. Қазақи оюды минимализм жай ғана бұнандай линиямен арқылы бір какой-то анның белгісін болсын, любой белгіні иісін шығара салуға да болады. Таңбалық нәрсеге елу керек, таңба. Сондай нәрсе. Сондай енді қырылып жүріп, қазір білмеймін. Қазір енді мойындады ғой сені. Әлі мойындаған жоқ па? Енді халық мойындады сені. Мақсатым біреуді мойындату емес, біреуге конкуренция болу емес. Мен өзіме ұнайды, мен бұл аспапты әрі қарай дамытқым келеді. Мен даже формасын өзгертсем де, бұл аспаптың главный мен үшін дыбысы өзгермеуі. Маған бұл аспап әлем бойынша үлкен ареналарда дыбысы қалған аспаптардан не болмау. Қалай түседі? Қалыспау керек, наоборот, алдыға шығарғым келеді да. И мен сол мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Қазір шыны керек бұл электроқобыз Дубайда үлкен аренада тұсауы кесілген. Ол Димаш Құдайбергенов танисыздар ғой. Сол кісінің қасында Олжас Құрманбек дейтін
мықты қобызшы бар, бәрі мойындайды, мен де мойындаймын, и өзінің бір звучаниясы бар, сондай тұлға ретінде танимын да, и ризамын мен. Сен қобызымен шықты, иә? Сол кезде, иә, алғашқы Керемет. үлкен аренада тұсауы кесілді да. Өзі қандай баға берді қобызшы? Қобызшы өзі емес, қасындағы профессиональный сол жердегі гитаристтар, сол жақтың музыканттары сол кезде айтқан ғой оған. Олжас сразу маған Дубайдан звондады ғой, Қуаныш, в общем, это случилось деп те. Мына жақта музыканттар мойындап жатыр деп. Сол маған жеткілікті болды. Сосын не просто оркестра деген бар ғой, саундтректер ойын. Сол жердегі қобызшы да сенің қобызын байқадым сонда. Андай темір құлақтарымен. Бұл енді шынымен бүкіл қобызға енгізетін нәрсе болып тұр да негізі осы. Проблемасын шешіп тұр ғой. Енді мынандай жаңағы көре алмаушылық дейтін әңгіме бар ғой. Бұндай бар. Өкінішке орай бар. И ол жағымсыз нәрсе мен үшін. Өйткені жаңағы сізді неғып атқан, қарсы шығып атқан адам бірінші осыны ойлап тапқан кезде ол өзі қолданатын еді деген сияқты ғой. Енді мен жақында ғана естідім, кішкене жаңылпас, енді негатив болмасын, бірақ факт та ол. Оказывается, мен қобызымды көргеннен кейін, мен бұны бір клиентім айтады, айтпай ақ қойын кім екен. Айтады, сен қобызын көрді, мына құлақтар не құлақ, мынау арзан құлақ қой деген сияқты айтқан артынан. Еще бірақ сол айтқан кісінің өзі, оказывается, салып жүр екен осындайды. Сені жамандап өзі осындай жасап жүр ма? Салып жүр, бірақ кішкене басқаша енді өзгешілігі бар. И клиентке де ондай нәрсе айтып жүреді екен де. И мен осы естідім де, құрсыншы деп. Енді ол менің проблемам емес. Патент жасау керек қой. Патент әрине жасалады, ол патенттің де өзінің бір несі бар. Бізде патентный жаңағы қорғайтын организациялар бар ғой. Соның өзінде де анау қағаз жүру қиын екен ғой негізі. Вот, өнерлі адамдарға айтыңдаршы, қағазбен, документпен бірнәрсе жасаңдар деп. Біз ештеңе жасай алмаймыз. Ештеңе дамымай қалады. Сол ғой, сол мәселені бізге көтеру керек та. Иә, сол үшін бағана айтып жатқандай адамдарға үйрету керекпіз ғой. Мен қарсы емеспін. Мысалы, әкем сабақ бергісі келеді. Балаларға сабақ беріп, мен де сабақ беріп үйрету. Бірақ оны системасын құру, кім системасын құрып береді, иә? Бірақ әкеңіз қорқады, иә? То есть ол кухня, то есть басқалар қолданып кетуі. Иә, қазір өте қиын. Өйткені көбісі қолданып кетеді де, сосын ертең өзінің атымен кетеді. Сонысы қиын. Мысалы, бағана сіз айттыңыз ғой, ұрлап алды, өзінің атымен кетті, бітті. Енді ол айтады, енді ертең кім айтады? Мынау кімнен шықты, қайдан шықты, ол айту мүмкін, менен шықты, мен жасадым дегендей. Адамдар өте қиын, өйткені бәрін қазір дұрыстап, документті бәрін дұрыстап жасамасақ, ертең суретшілер екінші орында қалып қалады да, өнер адамдар бүкіл жерде. Енді бұл шынымен де көбісі түсінетін шығар, өнер адамдар артта қалып қалуы мүмкін. Бұл жерде екі мәселе болып тұр да бейбарыста. Бірінші, ол ұсталық өнердің жоғалуы қаупі. Егер оны адамдарға үйретіп таратып жібермесе, онда бейбарыспен бітіп қалуы мүмкін. Ал екінші мәселе ол құнсыздану. Егер ол үйретіп тастаса, жаңағы ұсталық өнер қалады да, бірақ ол құнсыз болып кетеді. Қазір ол жалғыз емес по осындай. Меніңше ол проблемасына да оны үйретіп тастаса, біреу үйрендім деген сияқты қылып, сапасыз қылып жасаса, вот сол проблема деп. Мен соны айтып жатырмын ғой, енді кез келген адам анау басқасына үйретеді. Бәрі солай жасаса, ол құнсызданбайды. Просто сапасыз жасайтындар болады да арасында. Сол үшін оны үйрететін адамға үйретіп, шынымен бәріне, мынаның бәрін үйреттік десек, мен сол ұстадан үйренгем, яғни адам қабылдайды. Мына ұстадан үйренген болса, осылай жасаған екен деп, ол сапасыз жасау. Мынау шәкірті, мынау шәкірті деген сияқты. Әрине. Сосын қарап отырсаңыздар, бізде артымызда тұрған ою-өрнектер бәрі вкуспен болса, мысалы жасалынса, ол ары қарай дамыса, ол өте күшті нәрсе. Ол бір халықтың бір тарихын айтып береміз да. Мысалы жапондықтарда не болды? Оларда да 19 ғасырларда көп ұсталарын да өлтіріп, мысалы заттарын да алып кеткен, мысалы құрал-саймандарын. Олар өздері жандандыра бастады ғой. Оны мемлекет қолдады. Оны әр кезде бір жер мемлекет қолдау керек. Ары қарай даму үшін дегендей. Бізде қазір бір проблема бар да. Біздің мәселе осы қазіргі қоғамның ешкім қолмен жұмыс істегісі келмейді. Бәрімізге кішкентай кезден айтады, бастық бол, ертең кабинеттің болсын деп.
бүкіл соған ұмтылып жатыр ғой кішкентай кезінен бері. Бірақ сендер ондай емессіңдер. Сендер оған ұмтылып жүрген жоқ шығарсыңдар деп сондай көрініп тұр да маған. Неліктен сенде ерекшеліктері неде? Мысалы көбісі офиста отырғысы келеді, бастық болып костюм шалбар киіп. Ал сендер кәдімгідей қолмен былай күш салып жұмыс істеп жүрсіңдер. Бұның ерекшелігі неде? Неге қазіргі жастар қолмен мүлде жұмыс істегісі келмейді? Мен енді сен сұрағыңмен біріншіден келісе алмаймын, өйткені қол өнерге негізі қазір жастар қызығуда, негізі қызығуда. Просто әлі де дамыту керек сол нәрсені. Мүмкін енді басталып келе жатқан шығар. Мүмкін. Сен айтып отқаның біздің ата-аналарымыз, аталарымыз кезінде құндылықты дұрыс бермеген ғой негізі бізге. Өйткені жаңағы егемендік алғаннан кейін болды, бостандық, енді менің балам әкім бола алады, не бола алады деп сен әкім боласың деген құндылықты беріп қойған. Бірақ одан кейін 90-2000 жылы ата-аналар түсіне бастады. Кез келген саланы дұрыс маманды болсаң, ақшаны таба аласың, сен әркім өз орнын табу керек деген сияқты ол көбейіп келе жатыр, сөйтіп түсінетін ата-ана. Соның арқасында адамдар меніңше қазір керісінше неше түрлі салаға кетіп жатыр, өйткені сезгісі келеді, білгісі келеді, өзін тапқысы келетін адамдар көбейетін. Қолөнершілер аз ғой бізде қазір өте. Қолөнершілер көп, юристтер көп, неше түрлі. Аз деп те айта алмаймын, мен көріп жүрген жалпы осы бағытта жүріп қой. Иә, мен де осы салада болғаннан көп көремін. Мен көп көремін. Мысалы, жастар өте наоборот қызығуда да. Мен наоборот қазір қуанам то, что бізде жан-жақты жақсы дамып келе жатыр. Жаңа қазақи нақыш дейді ғой, жаңа құндылықты наоборот енді жаңғырып келе жатқан сияқты болып сезінеді да. Дизайнерский работа болсын, киім тігу мәселесі жағынан. Тігіншілердің өзінде қатарында да сондай көбейіп келе жатыр наоборот. Демек ондай проблема жоқ я бізде қазір. Бізде наоборот проблема оны қалай айтсам, жаңағы сіз айттыңыз ғой, көрінбейді деп айтып жатсыз ғой, иә? Мен қазір Нұрғожаға қосыламын, өйткені қараңыз, мен Нұрғожаға жаздым ғой. Сол үшін қосыламын десе. Жоқ, сол үшін емес. Өзім жаздым, мысалы, бізде көрінбейтін адамдар өте көп бір жағынан. Бірақ та суретшілер тек суретшілер ғана таниды. Өнер адамдар тек өнер адамдар таниды. Бірақ сол Нұрғожаның айтып отырғаны сол жалпы халыққа танымаймыз, ешкім танымайды біз, жалпы халық, жалпы қарапайым күнделікті бір бизнесмен болсын, экономист болсын, олар бізді танымайды, олар кім екендері қызықпайды. Сол үшін біз мына ортадамыз да, сол ортада адамдар көп сияқты көрінеді. Абай үстінен қарасақ аз өте. Нұрғожа жоқпын мүлде. Иә, мысалы TikTokқа түсірдік, қаншама адам мені байқады. Содан мен өзім кішкене қорқыныш пайда болды да іште. Өйткені қаншама адам жазады, аяқта запроста көп адам. Менде бір ішкі осознание дейді ғой, басқаша бір әлем болып кетті да. Өйткені бәріне жауап беру керек, ол үшін үлкен ответственность қой бір жағынан. Сондықтан өстіп жоқ көрінбей тұрған адамдар өте көп. Бірақ та оны шығару үшін оған бір адам керек та. Нұрғожа сияқтылар көбею керек. Былай мен деп қазір бір идеямен, кімге арналған, Бейбарысқа арналған бір идея бар да. И бір сұрақ бар екеуіңізге. Идея мынандай да тұрады, мысалы, осыны қалай дамытуға болады деп ойланып отырмын да бағанан бері. Менде де сондай сұрақ туындап отыр. Иә, мысалы, қалай дамытуға болады деген кезде, неге осы сіздердің отбасыңыз болып бір музей сияқты ше, анандай көрме сияқты. Иә, анандай тас дәуірінен бастап бірінші біздің қаруымыз қандай болды? И қазіргі, мысалы, ракетаға дейін сияқты бір. Негізі біз оны ойластырып жатырмыз Бейбарыспен бірге. Айтпайсыңдар. Айтпайсыңдар. Оны талқылап нетіп жатырмыз қазір. Осыны дамытудың жолдарын кәдімгідей. Кәдімгі мен сөзден жұмысқа қарай. Иә, кәдімгі бір не көріп тұрмын да, бір бағыт. Кетіп бара жатасың, и қара. Қазір енді бізде Нұрғожамен қазір жаңа нәрсе қазіргі заманға алып келіп жасайын деп жатқан ойым бар. Менің әкелерімнің бір опытын айтып берсем, олар бәрі жазды. Герольд Бельгер бізде болды, Арон Атабек болды, олар Назарбаевқа дейін жазды, мысалы, сол кезде. Политика болмай ма дегендей. Сол кезде жазды, қол қойды, бірақ істелінбеді ештеңке. Істелінбеді, не үшін? Өйткені қазір әкімдер, мысалы, біз айтамыз, вот планды жасадық, 700 миллионға план жасадық әкімге. Мысалы,
айтады жоқ сен еңбекші сияқты ақай бол, сабақ бер, 5 жылдан кейін мысалы уволить ете салуы мүмкінбіз деген кез сияқты ғой. келген нәрседен спонсорлық немесе рұқсат алу үшін бастама болу керек қой. Бастама бар. Өздеріңіздің тараптарыңыздан бастама, мысалы мен былай жинадым, міне бизнес проект жасадым. Бізде дайын бизнес проект бар, ақша есептелген. Оны біз кәдімгі қаншама адамға беріп көрсеттік, оны неттік. Бизнес план кәдімгідей қолдарында. Оны көрсеттік, аяқта 700 миллион осындай не тұрады, ішінде қазақ үй болу керек, осындай нәрсе болу керек, бізге қазір машина керек дегенде, машинамен басып бәрі современный болу керек деген сияқты. Мысалы, не үшін мен ондай нәрсе ойыма келді? Бұндай бизнес проектке презентация. Ол біздің қолымыздан келетін нәрсе да, дизайнерлердің қолынан. 3D-мен жасайды ғой. Мен көз алдыма елестеткеннен кейін мен дәл соны 3D-да музейдің ішін жасай аламын да. Соны алғаннан кейін көптеген жаңағы шенеуліктер, олар дизайнер емес қой, көз алдына елестете алмайды. Олар жаңағы сандарды нені көреді, бірақ қалай болатынын сөйтіп визуал жасай алмайды. Содан кейін меніңше осындай презентацияларды бірігіп жасауға болады деп атаймын. Болады, әрине, өйткені идея толып тұр. Ал достар, енді осыны қорытындылай келе, дами берейік, осындай жігіттеріміз, қолөнершілер дами берсін, жан-жақты қазақилықты дамытып жатқан тоқтамаңыздар, және осыны көріп жатқан адамдарға айтарым, пікірлерге міндетті түрде жазыңыздар. Кім немен айналысады, қандай адамдар танисыздар, қалайша сол саланы дамытуға болады қазақилықты деген сияқты пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Біз пікірлердің барлығын оқимыз, іздекеміз отырып. Сондықтан міндетті түрде жазыңыздар.